Менің есімім Халықов Жалғас. Мен бизнес бастау YouTube каналының менеджермін. Халық медиа атты YouTube'пен айналысатын компания құрдым. Барлық білімім мен тәжірибемді бизнес бастау білім базасына видео арқылы ұсындым. Қазір 15 минуттың ішінде мен сіздерге қарапайым қадамдармен сіздің видеоңызды автоматты түрде қысқа уақыттың ішінде тегін қаралымдар арқылы өзіңіздің кәсібіңізге мыңдаған тұтынушыны қалай алу керектігін көрсететін боламын. Бірінші, кілттік сөздер арқылы іздеу тобына шығу. Кеңес: топқа шыққыңыз келетін кілттік сөздерді таңдаңыз. Кілттік сөздердің статистикасын жасаңыз. Ол үшін wordstat.yandex.kz және keywordtool.io сайтынан өзіңізге қажетті статистиканы анықтай аласыз. Екінші, ұқсас видео қатарына шығу. Яғни, сіздің видеоңызды YouTube өзі жаңа көрермендерге шығару керек. Мысалға, немен айналысқан дұрыс атты видео ұқсас видео қатарынан 106.427 қаралым жинаған. Сонда, сіздерге көп қаралым жинау үшін ең қарапайым әдіс іздеу тобынан және ұқсас видео қатарынан трафик жасау. Ол үшін 2 қадам жасау керек. Бірінші қадам – өте сапалы ұсынылған видео. Екінші қадам – видеоның оптимизациясы. Ендеше, мен сіздерге видеоны қалай сапалы ұсыну керек деген сұраққа жауап берейін. Ең бірінші тақырыбы және снапшоты, яғни видеоның бетіндегі суреті. Снапшот видеоның таралуына әсер ететін ең маңызды фактор. Снапшоттың сапасынан, әдемі дизайнынан өте көп нәрсе шешіледі. Себебі снапшот роликтің қаралымын сатады. Тіпті өте жақсы видео нашар снапшотпен көп қаралым жинамайды. Ал қарапайым видеолар өте әдемі снапшоттармен өте көп қаралым жинап жатады. Снапшотты қарапайым дүкеннің жазуымен салыстырсақ болады. Егер ол ашық, әдемі болса, өтіп бара жатқан адамдардың барлығы кіреді. Ал егер нашар болса, онда тек білетін адамдар ғана кіреді. Снапшоттардың түрлі нұсқалары бар. Кезекпен айтып өтейін. Бірінші нұсқа – сюжет. Өз видеоңыздың ең тартымды жерін қиып алып сала аласыз. Екінші нұсқа – эмоция. Қорқыныш, қуаныш, қайғы, жиіркену деген сияқты эмоцияларды көрсету арқылы адамды қаратуға қызықтыра аласыз. Үшінші нұсқа – үлкен бөлшектер. Есіңізде болсын, YouTube-та снапшотты видеолар өте анық оқылатын болуы керек. Себебі олар өте кіші өлшемде көрсетіледі. Тіпті 70% адамдар оны телефон арқылы көреді. Төртінші нұсқа – танымал образдар. Үлкен көлемде сіздің аудиторияңызға таныс атақты суреттерді, брендтерді, танымал маркаларды, логотиптерді, автомобильдерді қолданыңыз. Осы арқылы өзіңіз қаратасыз. Бесінші нұсқа – нақты аудитория. Сіздің нақты аудиторияңызды не қызықтыруы мүмкін? Ойланып көріңіз. Қымбат көліктер, әдемі қыздар, спорт жабдықтар, тағы басқа. Ойланып, өзіңіздің нақты аудитория не қалайды? Соған қызықты жанрдағы суреттерді қойыңыз. Кеңесім: суреттегі жазуды қысқартуға тырысыңыз. 6 сөзден асатын сөз жазбаңыз. Тексті үлкен етіп жазыңыз. Графикалық элементтерді қоюға болады. Өйткені адамдар стрелка, дөңгелек сызықтарға қатты назар аударады. Бұлар снапшоттың ең негізгі ережелері. Тақырыпты қалай жазу керек? Видеоның тақырыбы снапшотпен өте тығыз байланысты болу керек. Тақырып маңыздылығы жағынан YouTube желісінде көп қаралым жинау үшін екінші орында тұрады. Егер сіз екі бірдей видеоны әртүрлі тақырыппен, әртүрлі снапшотпен салатын болсаңыз, онда айырмашылығы жер мен көктей болады. Тақырып видеоның мәнін ашық көрсету керек. Өзіңіздің көрермендерді алдап қажеті жоқ. Шындықты жазып, көрерменмен қарым-қатынасты ұстап отыру керек. Екінші, тақырып пен снапшот қызығушылық тудыру керек. Ұзақ, қызық емес термин сөздер, түсініксіз суреттер еш қайда бармайды. Тақырып снапшотпен қосылса, видеоның мәнін мағынасын ашу керек. Тақырыпқа сыйғанша 2-3 кілттік сөздер қоя аласыз. Тақырып өте қарапайым болса, ұқсас видеолар қатарында тұрып, басуға итермелейді. Есіңізде болсын, көрермен 2 секунд уақыт жұмсайды. Осы аралықта тақырып оңай оқылуы тиіс. Тақырып нақты аудиторияны ілу керек. Тақырыптың түрлері былай болады. Ендеше топ 10 анықтама, яғни топ 10 деп басталатын сөздер. Екіншісі, біріншісі әлде екіншісі ме? Mercedes әлде BMW,
iPhone әлде Android деген сияқты тақырыптар. Үшіншісі брендтер. Брендтерге өз аудиторияңызға таныс брендтерді қолданғаныңыз дұрыс. Өйткені олар білмейтін брендтер оларға басуға итермелемейді. Төртіншісі аңыз. Телеграмды неге жауып тастады? MacBookтерге не болды деген сияқты қызықты, интрига туғызатын осындай тақырыптар сіздің видеоңызды басуға өте жақсы итермелейді. Бесіншісі, ақшаға сатылатын блогерлер. Шок, интрига. Бұны бәрі көру керек. Қазақ болсаң көр. Осындай сөздер YouTube'та әлі күнге дейін жұмыс жасайды. Алтыншысы, егер, онда деген. Егер адам жоқ болып кетсе, не болады? Егер интернет жоқ болып кетсе, не болады деген сияқты интрига туғызатын сұрақтар, тақырыптар өте қызықты және де аудиторияны алатын сұрақтар. Жетіншісі, қателік, кеңес, ереже. Машина сатқан кезде жіберетін 3 қателік. Үй алардағы 5 ереже. Осындай тақырыптар сіздерге нақты назар аудартады. 8-ші, қалай, керек. Қалай ақшаны үнемдеу керек. Аудиторияның қорқынышымен ойнау өте тамаша әдіс болып табылады. 9-шысы, қалай деген сұрақ. Қалай сірне пісіруге болады деген сияқты әртүрлі тақырыптағы видеолар түсіре аласыздар. 10-шысы, тыйымдар. Топ 7 тыйым салынған инвестиция құралдары. Немесе қыздарды қалай таңғалдыру керек. 18 жастан кіші балаларға қарауға болмайды деген. Сіз өз видеоңызда тыйым салған кезде нақты аудиторияңыздың қызығушылығын арттыратын боласыз. Сонымен оларды басуға итермелейсіз. 11-ші, сандар. 10 минутта 100 рет турникке тартылу. Топ 5 бизнес идеялар. 2018 жылдың бұл барлығы өте маңызды құралдар. Осылардың арқасында үлкен нәтижеге жетуге болады. Ал енді екінші қадамға көшетін боламыз. Оптимизация видео. Ролик бір немесе бірнеше ізделінетін сөзге арналуы керек. Видеоның және снапшоттың тақырыбы ең маңызды ізделінетін сөзді көрсетуі керек. Видеоның тақырыбында кілттік сөздер болуы тиіс. Видеоның тақырыбында спам болмауы керек. Тақырып барлық адамға түсінікті болуы керек. Сипаттама мен тегтерде кілттік сөздер жазылуы тиіс. Тегте және сіз топқа шығаратын сөздер болуы тиіс. Өйткені тег похожий видеоға қатарына шығарады. Аса көп ұқсамайтын тегтер мен толтырмау керек. Біріншісі, комментарийге кілттік сөздерді жазып, бекітіп қою керек. Комментарийдің жауабында кілттік сөздер қолданылуы тиіс. 1 сағаттың ішінде видеоны максималды түрде тарату керек. Сапалы, оптимизация жасалған видео Яндекс, Google және де YouTube-тың бірінші бетіне шығуы тиіс. Әдемі ұсынылған сапалы оптимизация жасалған видео сізге тегін трафик алып келеді. Аптасына 7 күн, күніне 24 сағат видео сіз үшін жұмыс жасайтын болады. Ендеше сізге беретін тапсырма. Яндекс WordStat және Keyword Tool арқылы сіз ең ізделінетін 15 сөзді теріңіз. Көп іздейтін сөзге алдағы уақытта шығатын 5 видеоның тақырыбын жазыңыз. Снапшотқа байланысты 5 идея құрастырыңыз. Кілттік сөздерді қолданып, видеоның сипаттамасын және де тегтерді жазып шығыңыз. Ендеше осымен видеоны топқа шығару сабағы аяқталды. Келесі көріскенше.